Екі дос. Баяғыда бір екі дос болыпты. Екі дос орманда қыдырып келе жатты, алдарынан қорбаңдап аю шығады. Оны көрген бірінші досы қасындағы досын ескертпестен өзі қаша жөнеліп, бір талға өрмелеп шығып кетеді де тығылып қалады. Ал қалып болған досы болса, аюды кеш байқап, қайда қашарын білмей, ойына бір ой келеді. Егер де мен осы жерге жата қалсам, мүмкін аю мені байқамай өтіп кетер деп, сол тұрған жерінде жата қалады екен. Оны аю байқаған аю қасына келіп жақындай бергенде, жаңағы қалып болған жата қалған досы демін ішіне қатты алады да, аю жақындағанда дем алмай қалады екен. Аю қасына жақындап, былай бір жүрет, искелеп жөніне кете барады. Ормандағы досы, талға шығып кеткен досы болса, талдан түсіп қасына келеді. Досым, жаңа аю сенің құлағыңа бірдеңе сыбырлады ғой? Не деп айтып кетті саған құлағыңа? Деп қызыға сұрақ қояды. Ал ол болса асықпастан ойланып, сені қиын жағдай болғанда көмектеспей, ескертпей қашып кететін достар болса, ондай достардан сақ бол деп құлағыма айтып кетеді дейді. Иә достар, достқа адал болып, досыңды қиындық жерде тастамау керек. Сенде дос барына мен сенемін. Егер де досың болса, комментарияға неше досың бар екенін айтып, лайк басып, тіркелуді ұмытпа.